Бүгін біздің мектебімізде қарулы күштердің 30 жылдығына орай үлкен іс-шара өтіп жатыр. Ол іс-шараға қонаққа әскери қызметтің ардагерлерімен кездесу өтіп жатыр. Міне бұл керемет іс-шараның бір ерекшелігі мектебімізге Бауыржан Момышұлы атындағы музейге ерлікке жетелеген жол деген кітапты сыйлап отыр. Бұл кітаптың өзі 100 экземпляр болғандықтан бұл бізге өте құнды. Сондықтан ерлікке жетелеген жол деген бұл кітапты біз оқушыларға міндетті түрде оқытып, тәрбиелік мәні болады деген ойдамыз. Нұр-Сұлтан қаласындағы нөмір 53-ші Бауыржан Момышұлы атындағы мектепте өткізіп жатқан іс-шараларға қатысып отырмыз. Бүгінгі таңда келе жатқан жас ұрпақты тәрбиелеп отырған осы мектептің ұжымына, жас сарбаздарға келе жатқан мереке құтты болсын деп, және алдағы уақытта отан қорғаушы деп сенеміз. Мерекелеріңіз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын.